Құрметті студенттер, саламатсыздар. Бүгін біз халықаралық қатынастар теориясынан жаңа бір тақырыпты өтетін боламыз. Бірақ бұның алдындағы лекциялар мен біздің сабағымыз тығыз байланысты. Өйткені әрбір лекция алдыңғы лекцияның бір жалғасы ретінде қабылдаңдар. Бір еске түсіріп өтейікші, алдыңғы лекцияда біз қандай тақырып өткен едік? Реализм, бұл реализм негізі парадигмасы дедік. Енді парадигма дегеніміз ол ғұламалардың, теориялардың барлығының жинақталған бір концепциялық, бір топтасқан түрі ретінде қараңдар. Бұл реализмді біз өзіміз жалпы түсініп білу үшін бұл реалистік парадигманы біз оны классикалық реализм деп бөлдік, одан кейін неореализм деп бөлдік. Классикалық реализмде енді біз жалпылама бұл жерде қазір сөз қозғаудың қажеті жоқ, өйткені бұның алдында сабақта классикалық реализмді мен сендерге толыққанды түсіндіріп айттық. Тағы бір еске сала кетейік, классикалық реализмді түсініп білу үшін біз не істедік? Кілт сөздерге басымдық бердік. Сол кілт сөздеріне адам баласының табиғаты, күш, анархия, мемлекет, негізгі актор ретінде, негізгі субъект ретінде, күш теңдігі сияқты тақырыптарға. Енді бүгінгі біз бұл реализм, парадигма деп қоя салайық. Бұл реализм парадигмасының не жерде енді битіп, мысалға мақыл. Мен ағылшынша жазып кеттім. Біз енді жаңа тәсілмен пайдаланып сендерге жақсы түсіндіру үшін осыны бір бағыт ұстанып отырмыз. Классикалық, бірақ енді классикалық демекші, құрметті студенттер, бұл жерде біз классикалық реализмде біз кімді негізге алған ек, қай ғалымды негізге алдық, ең бастапқы Ганс Моргентауды. Енді ол туралы біз не қылмаймыз. Бүгін мен сендерге жалпылама біз бұл классик теориядан біз бүгін неореализмді бірге қарастыратын боламыз. Бірақ бұл неореализмді былай түсініңдер. Негізінде бұның алдында мен сендерге айттым, теориялардың барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл жерде бір сұрақ туындауы мүмкін. Бұл неореализм теориясы қалай пайда болды? Яғни неореализм теориясының орта шығуына не себепкер болды деген бір ой түйіндеуі мүмкін. Енді мынау нео дегеніміз жалпы нью деп қабылдаңдар бір сөзбен, мақұл ма? Енді сәл ағылшынша жазып кете берем. Неореализм, жаңа реализм. Яғни неге классикалық реализм ары қарай жалғаспады, ал неореализм ортаға шықты? Бұны былай түсіну керек, құрметті студенттер. Негізі бір ғылымның дамуында тез, антитез, синтез деген болады. Яғни тез деген бір ғалым өзінің белгілі бір ойын, ой өрісін алға тартады, бірақ ол ой өрісті антитез не қылады? Сынайтын ғалымдар шығады, мысалға. Енді қараңдар, классикалық реализм Генри Моргентау 1948 жылы өзінің еңбегін жазып, классикалық реализмнің негізін қалағаннан кейін, оның ой өрістері әсіресе 1970 жылдарға таяу көбінесе сынға ұшырайды. Яғни ол сынды халықаралық қатынастарда бихевиористік деген бір бағыт бар. Мысалға Мортон Каплан, Дэвид Сингер деген ғалымдар бар.
Ол ғалымдар айтады, негізі классикалық реализм мемлекеттер арасында қатынастарды, халықаралық қатынастарды талдаған кезде ғылыми тұжырымдамаларға, ғылыми методологиялық әдістерге негізденбеген дейді. Соны негізге алып, 1970 жылдан кейін бұл классикалық реализмді ғылыми тұрғыдан, методологиялық тұрғыдан дамыту қажет болды. Сол дамытуды негізі мынау неореализмнің негізін салушы Кеннет Уолтс деген ғалым не қылады? Қайтадан бұл классикалық реализмді өзінің заманына, әрине, бұл 1979 жыл өзінің жаңа бір еңбегін жазады, сол дәуірге және одан бөлек оған дейінгі айтқан сындарды да негізге ала отырып не қылады? Қайтадан бұл теорияның жаңа бір ой өріспен қайтадан қалпына келтіреді деп сөйтіп қабылдаңдар. Яғни мынау неореализм теориясын негізін салушы Кеннет Уолтс. Бұл неореализмді, құрметті студенттер, бұны құрылымдық реализм деп қабылдаңдар. Яғни қазақша аударатын болсақ, құрылымдық реализм. Құрылымдық реализм негізін салушы Кеннет Уолтс, бірақ бұл да өзінің ішінде негізі екіге бөлінеді, екі тармаққа бөлінеді. Өйткені ғалымдар да өз жерде екіге бөлінеді бір-бірімен. Біріншісі, былай жазайық. Енді ағылшынша жаза берсем проблема жоқ шығар, қазақша айтам. Құрылымдық реализм өзі ішінде defense не? Қорғануға негізделген неореализм бағыты бар. Екіншісі offensive дегеніміз шабуылға негізделген неореалистік теориялар бар. Біз бұны негізі үшінші лекцияда қарастырамыз. Өйткені бүгінгі біз сабағымызда бірінші бұларды түсініп білу үшін Кеннет Уолтстың құрылымдық реализмін не қылуымыз керек? Түсінуіміз керек. Яғни шабуылға және қорғануға негізделген құрылымдық реализмдер мынау Кеннет Уолтстың не қылады? Идеяларын одан әрі дамытады. Мысалға, defensive, қорғануға негізделген Стивен Уолт деген ғалым бар халықаралық қатынастарда. Ал мынау offensive деп атқанымыз жаңағы шабуылға негізделген Джон Миршаймер. Бірақ екі ғалымда негізі құрылымдық реализм негізі. Бұның алдындағы сабақтарда мен айттым. Кез келген теорияны түсініп білу үшін бізге не қажет дедім? Бізге кілт сөздер қажет дедім. Мысалға, классикалық реализмде біз бұның алдындағы сабақтарда кілт сөздерді жаздық. Ал неореализмді енді түсініп білу үшін қалай олар халықаралық қатынастарды талдаған? Олардың классикалық реализмден айырмашылығы не? Ол үшін де біз негізгі кілт сөздерді қарауымыз керек. Енді мынаны жалпылама жазып алдыңдар ғой, я толық мен бұны өшіре салайын. Яғни бұл жерде түсінікті ғой, 1948 жылы классикалық реализм, 1979 жылы неореализм Кеннет Уолтс. Кеннет Уолтс неореализм теориясын қай ғылыми еңбегінде дамытады бұл теорияны? Theory of International Politics 1979 жылы жазылған, яғни халықаралық саясат теориясы деген тақырыпта. Сол жерде ол осы теорияның негізін қалайды. Бірақ мен сендерге айттым, оның алдында да Кеннет Уолтстың жазған өте маңызды бір ғылыми еңбегі бар дедім. Ол 1959 жылы Man, State and War, яғни тұлға, мемлекет және соғыс атты тақырыптары. Екі жаңағы ғылыми еңбектер бір-бірімен тығыз байланысты. 1979 жылы шығарған еңбегі, негізі 59 жылы шығарған еңбегінің бір арғарай тереңдеп зерттелуі, талдануы. Енді біз қазір классикалық реализмнен неореализмді екеуін бір-бірімен салыстырмалы түрде алып қарайтын боламыз.
Ағылшынша жаза берейік, иә? Классикалық және неореализм. Енді классикалық реализм мен неореализмді халықаралық саясаттағы ең негізгі тақырыптарды түсініп білу үшін бірінші мынау неореализмдегі классик реализмнен ең негізгі айырмашылығы оны нені негізге алуы. Яғни бүйтіп жазайықшы, давайте тағы да бір еске салып өтейік. Біз мынау классикалық, әсіресе реализмді қараған кезде не дедік? Адам баласының табиғаты дедік. Яғни классикалық реализм көбінесе дүниежүзіндегі мемлекеттердің бір-бірімен соғысуы, дүниежүзілік мемлекеттердің бір-біріне қысым жасауы бәрі неден туындайды дейді? Адам баласының табиғатынан. Мен қысқаша жазайын бұл жерде. Адам баласының табиғаты демекші, бұны қалай түсінесіңдер? Бұны қалай түсінуге болады? Жақсы, бірақ бұл жерде былай түсініңдерді. Делік, мысалға, сендер бәрін бір тұлғасыңдар, солай емес па? Сендер бір орында тұрмайсыңдар. Ертең не қыласыңдар? Өсесіңдер, өнесіңдер. Бірақ сендерде туа біткен, сендерде мысалға қазірге дейін өсіп келе жатқанда өздерінің психологиялық тұрғыдан дамытқан нелерің бар, өзіндік бір кісілік келбеттерің бар, Делік, сендер ертең мемлекеттік басқаруға келдіңдер. Сендердің бұл кісілік келбеттерің мемлекеттік басқару жүйесіне не болады? Белгілі бір деңгейде әсер етеді. Мысалға, егер психологиялық тұрғыдан сендер делік, мысалға, тұлға ретінде қатаң жүйеге, көбінесе былай қатаң тәртіпке, мысалға, сондай бір келбетке ие болсаңдар, сендер сыртқы саясатты көбінесе неге бейімдейсіңдер? Қатаң тәртіпке. Егер мысалға жұмсақ бір мінезге ие болсаңдар, сендер ол басқару жүйесі неге негіздейсіңдер? Жұмсақ. Яғни адам баласының табиғатына негіздейді. Неге мемлекеттер бір-бірімен әрдайым шайқасады дейді? Өйткені адам баласының табиғатында, мынау классикалық реализм айтады, адам баласы өзі туа біткеннен бері не дейді? Билік құмар болып туады дейді. Билік құмар болып туғандан кейін, эгоист болып туғаннан кейін, олардың бұл психологиялық келбеті мемлекеттік басқару жүйесіне, әсіресе сыртқы саясатқа не қылған? Әсер еткен дейді. Сондықтан мемлекеттер, барлығы мемлекеттердің бірден бір мақсаты, оны да жазып өтейік, бұлар негізі мемлекетті не деп қабылдайды? Ең негізгі актор ретінде қабылдайды, және мемлекеттер бірінші мақсаты өзінің күшін нығайту. Яғни классикалық реализмде күш, мынау күш, ағылшынша power ғой енді, мақсат болып табылады. Неореализм, яғни құрылымдық реализмнің ең негізгі айырмашылығы неореалисттер айтады. Мемлекеттердің сыртқы саясатындағы мынау күш мақсат емес құрал болады дейді. Ең бірінші айырмашылық сол. Яғни міне жерде классикалық реализмде күш мақсат болып табылса, неореализмде бұл күш не болып есептелінеді дейді? Құрал. Оны қалай түсінуге болады? Құрал. Бұны түсіну үшін неореализм мынандай бір жаңа бір кілт сөз ұсынады. Құрылым. Құрылым классикалық реализмде жоқ. Құрылымды қалай түсінуге болады? Бүйтіп сызып көрсететін болсақ, мысалға делік. Мынаны бір әлем ретінде қарастырыңдар. Дүние жүзі. Бұл дүние жүзі нелерден тұрады?
бұл бүйтіп бөле берсеңдер болады. Мен сендер түсіну үшін мысалға сызып жатырмын. Мысалға мыналардың бәрін сендер не деп есептеңдер? Тағы басқа не? Мемлекеттер. Осы мемлекеттердің барлығы нені қалыптастырады? Халықаралық жүйені қалыптастырады дейді. Құрылым деп қабылдап атқаны мемлекеттердің топтасқан несі? Әлемі. Неореалистер айтады, бірақ бұл мемлекеттер негізі, мынанда айта кетейік, неореалистер мемлекеттерді ең негізгі актор ретінде қабылдайды. Яғни мына тұрғысынан олар классикалық реализмді мойындайды. Дұрыс, классикалық реализм. Әлемдік деңгейде ең негізгі актор мемлекет. Бірақ сен бір нәрсені ғана ескермей жатсың. Сен мемлекеттерді құрылым тұрғысынан не қылмайсың? Зерттемейсің. Құрылым дегеніміз не? Мемлекеттердің топтасқан толық дүние жүзіндегі елдер. Бірақ бұл елдердің ішінде бұлардың күштері, яғни мынау power дегеніміз, күштері бір-бірінен не? Өзгеше. Бұлардың осы әлемдік деңгейдегі күштері бір-бірінен өзгеше болғандықтан, бір-біріне ұстанған саясаттары да не болады дейді? Өзгеше болады дейді. Яғни бір мемлекет күш тұрғысынан әлсіз болып, бір мемлекет күш тұрғысынан ірі болып табылса, ол әрине екеуі жүйе ішінде, яғни құрылым ішіндегі олардың ықпалы бір-біріне не болады дейді? Өзгеше болады дейді. Мысалға делік, бүйтіп түсіндірейікші, мақұл бұл әлем деңгейінде алмай-ақ қойайық, қысқаша. Делік бір мемлекетті алайық. Қасында тағы бірнеше мемлекеттер бар. Мысалы, қысқа әрі нұсқа. Бұл мемлекеттердің мынау топтасқан аймағын не деп алады? Құрылым ретінде алады, яғни топтасқан несі. Бұны бірақ жүйе деп қабылдаңдар. Яғни құрылымды жүйе ретінде зерттейді. Енді мынау негізі классикалық реализм тұрғысынан алып қарайтын болсақ, бұл мемлекеттердің барлығы негізінде өзіндік автономияға ие. Яғни тәуелсіз ретінде қарастырады. Және олардың сыртқы саясатын не қылады? Тәуелсіз мемлекет ретінде, өйткені негізгі актор ретінде қабылдайды ғой. Елестетіңдер, сөйтіп қабылдайды. Бірақ реализм ол қандай ой түйіндейді? Ол айтады, бұл мемлекеттер негізі белгілі бір құрылымның ішінде орын алғандықтан, және бұл құрылымның ішінде мемлекеттен күшті бір басқа да бір құрылым болмағандықтан, бұл мемлекеттердің барлығы біріншіден өзінің күшін әрине нығайтуға тырысады дейді. Бірақ нығайтуға тырысқанда ол негізгі мақсат емес, негізгі мақсаты олардың өзінің тәуелсіздігін сақтап қалу дейді. Бірақ бір мемлекеттер өзінің тәуелсіздігін сақтап қалатындай күшке ие болса, басқа мемлекеттер ондай күшке ие болмауы мүмкін дейді. Сондықтан мемлекеттердің барлығы бір-бірінен не дейді? Күдікке негіздеп өзінің сыртқы саясатын ұстанады дейді. Күдікке негіздеп өзінің сыртқы саясатын ұстанғандықтан, күдікке негіздеп өзінің сыртқы саясатын ұстану дегенді қалай түсінуге болады? Яғни, мысалға, Б мемлекеті алдағы уақытта А мемлекетін өзіне қысым жасай ма, жасамай ма? Өзін, мысалға, А мемлекеті әскери тұрғыдан өзіне шабуыл жасай ма, жасамай ма? Ол туралы 100% гарантиясы болмағандықтан, бұл әрдайым А мемлекетінен не болады дейді? Күдіктеніп, сыртқы саясат ұстанады дейді. Делік А мемлекеті Б мемлекетіне мысалға қысым жасады, немесе белгілі бір деңгейде әскери тұрғыдан оған мысалға шабуыл жасады. Ондай кезде Б мемлекеті А мемлекетін тоқтату үшін әлемдік деңгейде бір күш бар ма? А мемлекетін тоқтатыңдаршы деп айтатын. Ондай күш жоқ. Яғни әр мемлекет біріншіден не қылу керек? Өзінің күшіне ғана сену керек. Осындай құрылымның ішінде мемлекеттерден тысқары бір күш болмағандықтан, ондай халықаралық жүйе не болып табылады дейді? Анархияға негізделеді дейді.
Яғни қараңдар, классикалық реализмде де анархия деген бар ғой. Бірақ классикалық реализмдегі анархия мен мынау неореализм арасындағы анархия арасындағы ең негізгі айырмашылық, классикалық реализмдегі анархия адам баласын табиғатына негіздейді, ал құрылымдық реализмдегі анархия неге негіздейді? Құрылымға негіздейді. Түсініп отырсыңдар ма? Яғни былай қабылдаңдаршы, мысалға осы кабинетті бір әлем деп қабылдаңдар. Бұл жерде барлығыңыз бір мемлекетпіз, бірақ осы мемлекеттердің ішінде ең күштісі мысалға менмін деп қабылдаңдар. Елестетіңдерші, мақұл ма? Енді қараңдар, мен делік өзімнің, бұл жерде мынау да өте маңызды рөл ойнайды, мүдде деген бар, мүдде деген болады. Негізі мынау мүдде деген тақырыпты да неореализм мойындайды. Яғни барлық мемлекеттер өзінің мүддесін жүзеге асырады дейді. Бірақ мынау айырмашылық бар мүдде дегенде. Бұл жерде мынау мүддені классикалық реализм күшпен теңейді. Ал неореализм мүддені мысалы классикалық реализм күшпен теңесе, ал неореализм құрылымдық реализм негізі мүддені қауіпсіздікпен теңейді. Яғни неореалистер мынау қауіпсіздік факторын мүддемен теңестіреді, және барлық мемлекеттердің амал әрекеттері көбінесе неге негізделеді дейді? Қауіпсіздікке негізделеді дейді. Негізі неореализм, Кеннет Уолтс, халықаралық деңгейдегі ынтымақтастыққа оң көзқараспен қарамайды. Бұның бірнеше себептері бар деп есептейді. Мысалға, негізі естулерім бар шығар оны, халықаралық қатынастарда zero sum game деген бар. Яғни zero sum game қандай мағынаны білдіреді халықаралық қатынастарда? Нөлдік суммамен ойын дейді. Нөлдік суммамен ойын дегеніміз, ол мысалға бір жақ келіссөздер болсын, тағы басқа ынтымақтастықта болсын, делік мысалы екі мемлекет бір-бірімен ынтымақтасады, бірақ олардың ішінде біреуі ұтымды болады, біреуі жеңіледі. Енді мынау неореализм бүйтіп айтады да, ол екі мемлекетті қанағаттану үшін олардың мүддесі үйлесу керек, және екеуі де ештеңе, біз бұл келісіммен, бұл ынтымақтастықтан ештеңе ұтылмайды деген бір ой өріс туындау керек дейді. Сонда ғана ол не болады дейді? Ынтымақтастық жүзеге асады дейді. Бірақ мемлекеттер бір-біріне әрдайым күдікпен қарағандықтан, түптеп келгенде өзінің ынтымақтастықтарын не деп есептейді? Бір ынтымақтастыққа кірген жағдайда, мен міндетті түрде, егер ол бірнәрсе жеңіп шықса, мен міндетті түрде не? Бірнәрсе демек ұтылдым деген оймен қарастырады. Сондықтан олар, мысалға, неоклассикалық реализм айтады, мемлекеттердің ынтымақтастығы уақытша дейді. Егер мынау құрылымда бір өзгеріс орын алса, енді ол сұрақты да сұрайық. Мынау құрылым ретінде қарастырыңдар әлемдегі мемлекеттердің барлығын. Яғни құрылымның не екенін түсіндіңдер ма? Жүйені, яғни халықаралық жүйе деп алайықшы бұны. Халықаралық жүйені қалай түсінуге болады? Халықаралық жүйе дегеніміз мемлекеттердің топтасқан бір алаңы. Бұл алаңның ішінде не бар? Әр мемлекеттің өзіндік күші бар. Күш немен өлшенеді? Экономика, әскери күші. Мысалы, классикалық реализм көбінесе әскери күшке басымдық береді. Неореализм не қылады? Әскери күшке қоса экономикалық күшті де басымдық қалады. Енді осындай бір жүйенің ішінде, егер ірі мемлекет
мысалға әлсіз мемлекеттерге қысым көрсететін болса, бұл қысымға қарсы әлсіз мемлекеттер, мысалға оған қарсы әрине бәлкім топтасуы мүмкін, оған қарсы әрине өзара ынтымақтастығын күшейтуі мүмкін, бірақ негізі алып мемлекеттердің қалыптастырған құрылымы бұл мемлекеттердің сыртқы саясатына ең маңызды ықпал етуші күш ретінде қарастырады олар. Яғни мемлекеттер негізінде өзінің сыртқы саясатында 100% тәуелді деп, тәуелсіз деп айту келмейді. Олардың сыртқы саясатына ықпал ететін ең негізгі фактор не? Құрылым деп есептейді. Бұл жерде құрылымды түсініп жатсыңдар ма, қандай мағынада екенін? Стоп қойып отырыңыз.